Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? 57-ші сабақ 2-ші сынып математика сандар жиынын құру және жіктеу тақырыбында есептер шығаратын боламыз. Бұл жерде сендер тиісті және тиісті емес таңбаларын қолдануды үйренесіңдер. Бірінші есепте сандардан құралған жиындарда қарастыру. К 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны. Мысалға 5-тен кем 4, 3, 2, 1, 0. Келесі Е бір таңбалы сандар жиыны. Бір таңбалы сандар жиыны дегеніміз 10-ға дейінгі сандар. Бұл жерде К жиынының тиісті және тиісті емес элементтерін ата. 5 саны К жиыны тиісті емес, 3 саны К жиыны тиісті, 7 саны К жиыны тиісті емес, 2 саны К жиыны тиісті, 0 саны К жиыны тиісті. Негізі бұл жерде 0 санын алмай қойсаңыздар да болады. Келесі 3 саны Е жиыны тиісті, 2 саны Е жиыны тиісті, 7 саны Е жиыны тиісті, 9 саны Е жиыны тиісті. Бұл жердегі тапсырма Е жиыны тиісті 4 санды жаз деп тұр. Сандар жиыны элементтер сандары болатын жиын. Екінші есепке барсақ, С жиынының диаграммасына қара дейді. Міне С жиынының диаграммасы. Бізге тапсырма былай дейді. С жиынына тиісті және тиісті емес сандарды ата, оларды жаз. С жиынына тиісті сандар деген бұл шеңбердің ішіндегі сандар тиісті сандар болады да, ал шеңбердің сыртындағы сандар тиісті емес болады. Яғни С жиынына тиісті 400, 200, 600, 800 бұл тиісті, 8000, 90, 45 саны тиісті емес. Келесі үшінші есеп. Диаграммаларды салыстыр, не байқадың? Салыстырамыз. М жиында 4 сантыр, К жиында 6 сантыр деп. Солай салыстырсақ та болады. Осы екі жиынның элементтер жиындарға бөл дейді. Бұл жерде М 2 таңбалы және 3 таңбалы сандар жиыны, К 2 таңбалы және 1 таңбалы сандар жиыны деп жиындарға бөлуге болады. Келесі төртінші есепті қарайық. Т 13-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны, О 15-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны. Т жиыны 13-тен кем 2 таңбалы сандар, яғни 10, 11, 12 деп алсақ болады. О жиынына тиісті 15-тен кем 2 таңбалы сандар, 10, 11, 12, 13, 14 сандар жиыны болады. Бұл жерде бірінші тапсырманы жаздық. Осы екі жиынға да тиісті элементтерді жаз. Т жиынына тиісті емес элементтерді жаз. Яғни бұл жерде 10, 11, 12 сандардан басқа сандардың бәрі тиісті емес болады. Бесінші тапсырмада жиын элементтерін атау ойыны. Гүлдер жиыны қызғалдақ болуы мүмкін, түймедақ, раушан, тағы басқа. Құстар жиында қарлығаш, торғай, қарға деген, тауық. Өзендер жиынына Есіл, Ертіс, Жайық, Сырдария. Келесі таулар жиынына Алатау, Сарыарқа, Хан-Тәңірі, Тянь-Шань, Алтай, Мұғалжар, тағы басқа таулар десек болады. Келесі 6-шы есепте теңдеулерді шеш дейді. 6-шы есепте 35 қосылған А тең 74. А тең 74 азайту 35, А 39-ға тең екен. Келесі 87 азайту X тең 42. X-ті табу үшін 87-тен 42-ні аламыз, сонда X-тің мәні 45 болады. Келесі Д азайту 72 тең 18. Д бұл жерде 72, 18 қосақ 90 шығады. Жауабы 90 болады. 7-ші есепте А және В жиындарын ата, осы екі жиынға тиісті және тиісті емес элементтерін жаз. А жиыны мен В жиыны. А жиыны тиістілер былай жазылады. 45 тиісті А жиыны, 80 тиісті А жиыны, 9 тиісті А жиыны, 1 тиісті А жиыны. Жиындардың ортасында тұрған сандар мен әріптер, бұлар тиісті емес болады. Түсінікті деп ойлаймын.
ойлан тап. Бөлімде 8-ші берілген сандардың арасынан қандай екі санды алып тастағанда қалған сандардың қосындысының мәні 14-ке тең болады. Яғни бұл жерде біз 9 пен 5-ті алып тастасақ, 7-ге 6-ны қоссақ 13, 13-ке 1-ті қоссақ 14, 14 шығады. Яғни бұл қатардан біз 9 пен 5-ті алып тастауымыз керек. Осымен 57 сабағымыз аяқталды. Келесі 58-ші сабақта салатын боламын.